Сәлем, менің кішкентай достарым. Ағнабаттың ертегілер әлеміне қош келдіңіздер. Бүгін бүлдіршіндерге арнап құлыншақ ертегісін ұсынамыз. Ертеде, кең шалғай далада, үйір жылқының арасында өзгеше әдемі құлыншақ болыпты. Оның түсі де әппақ, түрі де сүп-сүйкімді еді. Өзі үйірдің ішіндегі еркесі болады. Ол уызға тойып алып, құлдырыңдап, шауып жүреді. Осылайша жаз, күз өтіп, сақылдаған сары аязымен қыс мезгілі де келіп жетеді. Күндердің бір күнінде қатты күн суытып, жылқылар желдің ығымен жайылымнан ұзап кетеді. Боранның қаттылығы сонша, құлыншақ анасына ілесе алмай, артта қалып қояды. Біраз уақыт өткенде кішкентай құлын әбден адасып, үйірден қалып қойғанын байқайды. Осы сәтті пайдаланып, көкжал қасқырлар құлыншақтың соңына түседі. Олар әп сәтте құлынды қоршап алды. Бір қасқыр «Енді бізден құтылмайсың» деді. Екіншісі «Бүгін түскі асымыз сен боласың, құлыншақ». Ал жабағы құлын болса қорыққаннан: «Тістерің ақсиған, қабақтарың қарс түйілген, сендер несіңдер өзі? Мені неге жеп қойғыларың келеді? Қарындарың ашса, даладан шөп тауып жеңдер. Қардың астындағы шөп бәрімізге жетеді ғой». Қасқыр «Шөп дейді мына құлыншақ». Олар қарқылдап күледі. Екінші қасқыр: «Сен өзі ақымақсың ба, әлде бізді алдандырып тұрсың ба?» Тағы біреуі: «Біз шөп жемейміз, біз сені жейміз» деп тістерін ақситты. Жабағы құлын: «Сендер сондай қорқыныштысыңдар, мені жеуге болмайды. Мені анам мен әкем іздейді ғой. Олар қазір маған қайтып келе жатқанда болар». «Ой, пырмай, не дейді? Кәне қайда екен іздеп келе жатқан анасы?» Қасқырлар мазақ қыла бастады. Тағы біреусі: «Келіп жатса, сенің жал құйрығыңды тауып алар». Ең үлкені ірісі тұрды да: «Көп сөзді қойыңдар, бас салып жеп алайық» деп құлыншаққа ұмтыла бергенде, жылқылар дауысы дүбірі естілді. Осы кезде бір үйір жылқыны соңына ертіп, айқасқа айғыр қасқырларға қарай тура шауып келе жатады. Тұяқтарының дүбірі дүркіреп, аяқтарының астынан кесек-кесек топырақ ұшып, құлақтарын қайшылап, жалы көтеріліп, құлыншақты жегелі тұрған қасқырларды басып, жаншып өтетіндей қатты ашулы, орқырап кісінеп көкжалдардың қасына жетті де, олардың ақсиған өткір азулы тістерінен де қорықпай, басын шұлғып, алдыңғы аяқтарын көтеріп, айбатты күшін көрсетті. Сосын тағы да орталарынан құлынды алып шығу үшін бір қасқырды теуіп, бір қасқырды тістеп, оларды қатты састырды. Қасқырлар құлыншақты жемек түгілі өз бастарын сауғалап, жан-жаққа қаша бастады. Ал боз бие құлынының амандығына қуанып, баласын бір айналып, оны соңына ілестіріп алды. Анасы: «Еш жерің ауырып тұрған жоқ па, жарақатың жоқ па?» деп сұрады. Құлыншақ болса: «Еш жерімде жарақатым жоқ, тек бастапқыда қорқып едім. Сіздер келген соң жер бетіндегі ең мықтысы мен сияқты батырланып кеттім. Анашым, қараңызшы, мен де әкем сияқты желмен жарысам, ең биікке шығып, айналамды барлай алам. Анау тұрған белестің жоғары жағына шығайын ба?» Осы кезде басқа жылқылар бұлардың қасына келді. Әкесі: «Жоқ, өзің шығуға болмайды. Сен әзірге үйірдің ортасында жүресің». Құлыншақ: «Жарайды, әзірге жүре тұрайын» деді. Осылайша желе шауып келе жатқандарында олардың иелері жылқышылар алдарынан шықты. Жылқылардың түгел екенін байқаған олар барлығын суатқа қарай айдады. Жылқылар да ол жаққа асыға шауып кетті. Өйткені суатта оларға суда, тілі дәм үйрер, арпа сұлы жемдері де берілетін мезгілі еді.
Сайын далада еркін жүргенмен, дәл осы адамдардың осындай қамқорлығын бұл үйір жылқылары ұнатушы еді. Ал құлыншақтың әкесі Айқасқадан қатты үркіп қалған қасқырлар бұл маңайға енді жоламайтын болыпты. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Кішкентай құлыншаққа ат қояйықшы. Оның әкесі Айқасқа айғыр, анасы Бозбие деп аталады. Ал кішкентай құлынға қандай ат берер едіңіздер? Мен сендердің жауаптарыңды күтемін. Тыңдап болған соң, құлыншақтың атын қойып, пікір қалдырыңыздар, балапандар. Келесі ертегі тыңдалымына дейін сау болыңдар.